Бүгінгі сабақта негізгі бөлігін біріктіріп шығамыз. Осы алдыңғы бой мен артқы бойды бір-біріне 10 беттестіреміз де. Жан тігістерін, боковойларын және де иықтарын біріктіріп қосып тігіп шығамыз. Әрбір тіккен тігісімізді үтіктей отырамыз. Екі жаққа айырып үтіктейміз. Енді жеңдерімізді бір-біріне 10 беттестіреміз де, видеода көрсетілген жерді тігіп шығамыз. Енді жеңнің манжетін осылай екіге бүктеп, үтіктеп дайындап аламыз. Енді осы манжетті ашамыз да, осы екі енін біріктіріп тігіп шығамыз. Енді манжетіміз осылай жеңнің ұшында осылай жиналу керек. Ол үшін бірінші жеңді тігіс жүргіземіз де, сборкаға жинап аламыз. Содан кейін оны манжетке дәлеп отырғызып тігіп шығамыз.
Сонда аударған кезде міне осылай шығады. Енді бұл жеңді үстіңгі бөлікке біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Жеңдегі ортаңғы сызық ол иыққа тігіледі, ал мынау тағы бір сызық ол алдына тігіледі деген сөз. Енді бірінші жеңге просто осылай тігіс жүргізіп шығамыз да, соны тартамыз, кішкене ғана сборкаға жинайтын боламыз. Сборка емес, посадка береміз. Бірінші барлығын келтіріп алып, ешқандай сборка қалдырмай булавкамен қадап шығамыз. Содан кейін тігеміз. Екінші жеңінде тура осылай қайталап тігіп аласыздар. Осымен жеңіміз дайын. Ешқандай сборка қалмау керек.